Әр кезде макияж жасамас бұрын мицеллярлы сумен бетті жақсылап тұрып тазалап тұрып алу керек. Көздің айналасын қатты баспайсыздар. Өйткені ол жердің терісі өте жұқа болып келеді. Мұрынның тұсына жақсылап сүртесіздер, өйткені мына жерлерге көп кір жиналады. Мицеллярлы сумен сүртіп болғаннан кейін, екінші очередте база. Мен бүгін Catrice'тің базасын жағам, өйткені бұл майлы кожаға арналған база. Тура крем сияқты жағасыздар. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа көлемде жағасыздар. Көздің астына, көздің үстіне көп жақпайсыздар. Тоналканы да, базаны да, өйткені көздің астындағы, егер тоналканы көп жағатын болсаңыздар, көздің астындағы көрінбейтін әжімдеріңіздің бәрі шығып кетеді. Екінші очередте тональный крем. Тональный кремді кисточкамен, немесе бьюти блендермен, немесе қолмен жақса болады. Әркімге әрқалай. Бьюти блендер тоналканы өзіне көп сіңіріп алады. Бетіңізге тоналканы көп жағып қойған кезде бьюти блендермен алынған ыңғайлырақ. Және де бұл тоналканы өзіне көп сіңіреді. Мен өзіме кисточкамен жаққан ұнайды. Немесе кисточкаңыз болмаса қолмен жағуды көрсетем. Жарты бетімді кисточкамен жағайын, жарты бетімді қолмен жағып көрсетем. Тоналканы арнайы емес, осындай бір ыдысқа құйып алсаңыз болады. Кейбіреулер беттеріне тамызып жағып жататын. Бұл кезде енді кішкене қолыңыз үйренгеннен кейін сол бетіңізге тамызып жасасаңыз болады. Өйткені кейбір жерде жұқа, кейбір жерде қалың жағып қалмас үшін. Кисточкамыз алдын ала влажный салфеткамен дымқылдандырып аламыз. Өйткені құрғақ кисточкамен тоналканы дұрыс жағылмайды. Бьюти блендермен де жағатын болсаңыз, бьюти блендерді алдын ала ылғалдандырып аласыздар. Кисточканың ұшымен тоналканы аламын. Астынан бастап жоғары қарай басып жағамын. Неге басып, егер де бұлай жағатын болсаңыздар, беттеріңізде тоналка айғыз болып қалады. Айғыз болмас үшін осылай басып, кисточканы сезулеріңіз керек сіздер. Ұшымен ғана емес, басып жағасыздар. Тоналканы біткен байқағаныңызда, біткен жері мына жер ғой. Қайтадан кисточкаға тоналка кисточканың ұшына. Біткен жеріңізден кішкене сәл төмен түсіп, жоғары қарай қайтадан шығасыздар. Асықпай жағыңыздар. Маған кейде самси визажистке келген оқушылар секіріп жүреді. Бұлай секірмеңіздер әрі қарай. Аккуратно, поэтапно жасасаңыздар, әдемі шығады. Кисточкада қалғанын бетіңізде тоналка маска болып қалмау үшін құлақтың тұсына мойын жаққа қарай жағып жібересіздер. Сол кезде біркелкі жағылады тоналка. Тағы да алам. Біткен жерінен сәл түсіп, жоғары қарай созам. Басып жағасыздар. Боянған кезде көбіне дневной светке қарап боянған дұрыс болады. Немесе светі қай жерде, қай бөлмеде жақсы, сол жерде боянсаңыз жақсы болады. Кисточкада қалғанын көздің астына жағаса, ақырын басасыздар, қатты бассаңыздар, көздеріңіз қызарып кетеді. Қалғанын көздің үстіне жағасыздар. Енді мұрын. Кішкене ғана алам, көп алмайым. Мұрынның тұсы X тәрізді жағылады. Өйткені былай жағып кетсеңіздер, мұрынның мына жері кіріңкі ғой, ол жерге дұрыс жағылмай қалады. Сол үшін X тәрізді жағылады. Қалғанын мұрынның үстіне жағасыздар. Боянған кезде ешқашанда деп жасамаңыздар. Өйткені дегенде кожа тартылып тұрады, жаққаннан кейін қалпына келеді ғой, мына жерлерде бәрі жиналып қалуы мүмкін таңы. Енді маңдайға көшеміз.
Тағы да аламын тоналка. Мына жақ төменнен жоғары қарай жағылса, маңдай екі жаққа қарай жағылады. Мен қасым бояулы емес, перманентті макияж. Қазір мен үстін бәрі жауып тастаймын. Тоже басып жағам. Айғыз болып қалмау керек тоналка. Өздеріңіз байқайтын шығарсыздар, кейбір қыздардың тоналкалары дұрыс жағылмағаннан айғыз болып қалады. Кисточкаға көп тоналка алмаңыздар, орташа аласыздар. Кисточкада қалғанын шаштың ортасына жібересіздер, арасына. Өйткені маска болып қалмау керек бетте. Міне жарты бетімді кисточкамен бояп болдым. Айырмашылық көріп тұрған шығарсыздар, иә? Енді жарты бетімді қолмен бояймын.